Тағы бір суреттер галереясы тұрғындарымызды қуантты. Тарихта аттары алтын әріппен жазылатын танымал тұлғаларымызды дәріптеуге арналған суреттер галереясы Эстрада театры мәдениет үйінің алаңында ашылды. Ұлы даланың ұлы тұлғалары аталатын бұл жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында, сондай-ақ Степногорск қаласының 55 жылдығына орай орнатылған. Салтанатты рәсімді шаһар әкімі Еркебұлан Баяхметов ашып берді. Қазіргі тәуелсіз ел болуымыздың себептері ұлы тұлғалары. Ұлы даланың ұлы есімдері портретті галереясын ашу арқылы қазіргі жастардың рухын көтеруге зор маңызы бар. Сурет галереясын ұйымдастыру Степногорск тау-кен химиялық комбинатының демеушілік қаражаттары есебінен іске асуда. Салтанатты ашылу рәсіміне кәсіпорын өкілдері, облыстық ұйым мамандары қатысты. Қуанышты сәтте сонымен бірге қала тұрғындары, өнерпаздар мен жас ақындарға арналған Алтын қалам клубының мүшелері де бөлісті. Галереяға қойылған суреттер сонау Күлтегін, Керей, Жәнібек хандарынан бастап алып, Кенесары мен Абайға дейін жалғасын тауып отыр. Жобаның басты мақсаты өскелең ұрпақты өз тарихына баулу және ел болып қалыптасуға септігін тигізіп, ұлттың намысына айнала білген кемеңгер тұлғалар арқылы рухани адамгершілік құндылықтарды жаңғырту болса керек.